Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен келесі ең оңай рецепттеріміздің бірі. Үйде ұн мен май болса, дәл осы рецепт жасап көріңіздер. Асқабақпен май самса жасайтын боламыз. Қараңыздар, осындай ысынып, әрі қытырлық, әрі жұмсақ болып келеді. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Видео барысында көптеген құпия сырларды айтатын боламын. Осылай шай кесемен 2 кесе салқын су құйып аламыз. Сосын 1 шай қасықты толтырып тұз қосамыз. Енді осыған 2 ас қасықта сұйық май қосамыз. Егер 1 кесе суға жасайтын болсаңыздар, 1 ас қасық сұйық май қосасыздар. Сосын жарты шай қасықта ас содасын қосамыз. Енді осыған ұн қосып қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеген кезде тастай қатты қылып илеу керек. Себебі май самсаларыңыз кереметтей қытырлақ әрі жұмсақ болып шығу үшін. Кейбір май самсалар болады ғой, суыған кезде қытырламай жұмсарып қалады. Сол қытырлаған кетіп қалмау үшін қамырды тастай қылып, қатты қылып илеу керек. Сол кезде суыған кезде де әдем болып тұратын болады. Мінекей, қамырды илеп алдық. Міне осындай тастай қатты қамыр. Енді осыны қазір бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей, мен де осылайша 3 бөлікке бөліп алдым. Енді осыны тындыруға алып қоямыз. Осы аралықта біз ішіне салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Мен салмасына 2 пиязды осылай майдалап турап, қызартып пісіріп алдым. Қараңыздар, майды көп құймаймыз. Себебі қазір самсаларды майға пісіретін болғандықтан, азғантай 1 ас қасықтай сұйық майға осылай пиязды пісіріп аласыздар. Қатты қызартып қуырудың қажет жоқ. Көрдіңіздер ме, осылай алтын түске еңінше пісіріп аласыздар да. Сосын қаласаңыздар, асқабақтың орнына картошка қосуларыңызға болады. Осылай пісіріп, мен асқабақты қолдандым. Немесе арасына ет қолдансаңыздар да болады. Енді салмасына не салсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Міне, қазір ыстық кезінде тұз жақсылап ерісін деп, мен тұзды қосу жеріп, осылай араластырып езіп алдым асқабақты. Осылай пюре қылып езіп аласыздар. Немесе капустаны пиязбен қуырып қоссаңыздар болады. Енді пиязды осылай тек қана асқабақты өзін қосуға болатын еді, бірақ арасына осылай пияз қоссаңыздар, дәмі ерекше тәтті болып шыға келеді. Енді осы асқабақты біз суытуға қоямыз. Міндетті түрде осылай қоспаны суытып барып қосамыз. Мінекей, асқабақ суыды. Енді бағана пиязбен араластырамыз. Осыған енді шамалы қара бұрыш қостым. Өздеріңіз қалауларыңызша қосыңыздар. Жақсылап араластырамыз пиязбен бірге. Осылайша ішіне салатын біздің салмамыз дайын. Бағана тынып тұрған қамырларды алып жайып аламыз. Қазір қалай қалыңдықта болу керектігін көрсетемін. Қатты жұқа етіп жаймаймыз. Мінекей, қараңыздар, қамырды жайып алдық. Міне қалыңдығы осындай қалыңдықта болу керек. Қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес. Енді қамырды осылай кесіп алыңыздар. Мінекей. Енді қамырды мінекей осылай
бүктеген кезде осылай үлкендеу қылсаңыздар осылай үлкендеу етіп бүктейсіздер да. Осындай бүктеген кезде формасы шығатындай етіп өлшеп кесіп аламыз. Қараңыздар. Бұдан шағындау жасайтын болсаңыздар, шағындау қылып кесе бересіздер. Міне. Барлығын осылай кесіп аламыз. Көрдіңіздер ма? Формаға келтірген кезде бірдей әдем болып шығу үшін осылай өлшеп кесіп алыңыздар. Шетіне шыққандарын осылай біріктіріп аламыз. Енді бағана қоспаны салып шығамыз. Бір шай қасықпен салсаңыздар жеткілікті. Осылайша қатты шетіне шығармаймыз. Осылайша барлығына салып шыққан соң, енді қатты ескеретін жайт, қолды сулап, осылай жан-жағын 4 жағында су тигізіп барып жабыстырыңыздар. Егер қамыр өзі жабысып жатыр ғой деп өзін жабыстырмаңыздар. Себебі майға кірген кезде ажырап кетуі мүмкін. Себебі біздің қамыр қатты. Сол үшін мінекей осылай жан-жағын ерінбей 4 жағында сулап жабыстыратын болсаңыздар, қамырларыңыз мүлдем ажырамайтын болады ыстық майға кірген кезде. Міне. Осылай барлығын сулап отырып, осылай жабыстырып шыққан соң, енді әдемілік үшін, сән үшін осылай вилкамен шетін осылай басып шықсаңыздар болады. Әрине бұл міндетті емес. Мінекей осылайша қызып тұрған майға шамалы жоғарылау отқа қойып пісіріп аламыз. Жай отқа қоюға болмайды. Енді қатты жоғары отқа қоймайсыздар ғой. Мінекей. Себебі ішінде қоспасы піскен, тек қана қамыр піссе болды. Қараңыздар, осылай әдем болып, көтеріліп, гүлденіп шыға келді. Осылайша ауызда ерейтіндей май самса болып шыға келеді. Бұл қамыры жұқа болғандықтан өзіне майды қатты сіңбейді, сіңіп піспейтін болады. Яғни майсыз әдем болып шығады. Осылай қызартып пісіріп ала бересіздер. Майға салған кезде шамалы осылай бір орыннан шамалы бүйтіп түрткілеп тұрсаңыздар, барлық жеріне май бір тегісте тиеді. Сол кезде бір тегісте барлық жері гүлденіп, әдемі болып, осылай көтеріліп шыға келеді. Жылдам пісіп шығады негізі. Май бір қызыса болып, осылай жылдам пісіріп аласыздар. Қараңыздар, біздің май самсаларымыз дайын. Дәл осы рецептін енді 2-3 тарелка толып шықты осындай. Қараңыздар. Кез келген дастарханға ұялмай қоятындай осындай май самсаны дайындап көріңіздер. Әсіресе асқабақпен өте дәмді болады екен. Бұрын мен картошкамен дайындайтынмын. Ас болсын.